Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока Лайф анасы. Бүгін менде новый видео, ол менде менің таным, Тока Бокадағы менің таным деп аталады. Вот, мен еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен және менің артымда екі сіңілім болады. Екі сіңілім және бір інім бар. Және бұл Тока Бокадағы есімдер, және бұл менің шын өмірдегі есімдерім емес. Міне мен ата-анам, бұл Тока Бокадағы ата-анам. Енді мен сіздермен бүгінгі яғни таңымды түсіретін боламын. Бір қыз солай жазыпты және мен осыны орындадым. Сіздер комментарияға жазыңыздар, мен не туралы түсірейін, соны мен түсіретін боламын. Комментарияның бәрін оқитын боламын. Ал енді мен кешкіге қоям. Ал давайте қазір уже кешкіге қояйық, және мен сіздермен кештен бастап ертең азындағы күнімді түсіремін түске дейін. Ал енді бастайық. Батқаннан кейін мен ұйықтаймын. Ал қыздар ұйықтаңдар, ертең маған жұмыс, сондықтан да маған ерте тұру керек. Және сендер де ерте тұрасыңдар. Ал баланы алайын. Ал енді қайырлы түн. Ой, мен сені ұйықтатайын. Қыздар барып орындарына жатыңдар. Қайырлы түн, ертең азында тұрасыңдар. Анель, сен ертең азында тұрасың, жақсы ма? Сабаққа барасың. Жарайды, ал Анельдің сабағы қаншада басталады? Сабағы 9:30-да басталады, оған дейін барыңдар, жарай ма сабаққа? Ал балалар ұйықтаңдар барып, қайырлы түн барлықтарына, мен ұйықтаймын. Жарайды, мен кеттім. Анель, жүр кеттік. Я қазір бара жатырмын. Ертең маған сабақ. Ал ұйықтайын. Ертең сен жұмысқа барасың ба? Я барамын жұмысқа. Ал қыздар ұйықтайық, сендер не істейін деп жатырсыңдар? Ұйықтайын деп жатырмын, мына свет бізге мешет етеді ғой. Жарайды, онда өшіре салыңдар светті де. Жарайды, мен онда ұйықтайын. Әпке, сіз не істейін деп жатырсыз? Жарайды, әпкелер, мен ұйықтайын, қайырлы түн. Я, жарайды, мен де ұйықтайын. Ал достар, қайырлы түн, мен де ұйықтаймын. Ертең азында көріскенше. Таңғы сағат 7. Тұрайын, сағат неше болыпты? 7 болыпты ғой. Қазір әкесін ояту керек, бірақ қазір жуынып алайын. Сосын таңғы істеп қойып, барып бір жолата оятайын. Так, Анельді оятып кетсем бекен? Жарайды, оятпай қояйыншы. Ал онда мен таңғы асқа жұмыртқа жасайын. Бір тарелкаға салайыншы. Табан астын жағып, так, жұмыртқаларды тез пісіріп алайын. Айтпақшы, мен кофе істейді екенмін ғой. Шай істеп қоймайын. Қайнатып қояйын. Ойбай, мен ұмытып кетіппін ғой. Шай қоймай қоям, кофе ғой. Ұмытып кетіппін. Так, кофені қазір қойып қоя салармын. Қазір барып әкесін оятып келейін. Әкесі, тұр. Жұмысқа бару керек. Ой, жарайды, уже таң атып кеткен ба? Я, бала оянбай тұрғанда тамағымызды ішіп, тезірек қыздарды оятып кетейік. Я, кетті, мен онда жуынып келейін. Және олар таңғы астарын ішіп алады. Қазір кофе құйып жіберейін. Сен кофе ішесің ба? Я, ішемін. Жарайды, қазір мұнда тезірек кофе қойып жіберейін. Тамақтарын жеп болғаннан кейін әкесі далада күтіп тұрады және анасы. Қызым, тұр, мен жұмысқа кетем. Я, жарайды, баланы қарап қоямыз, Анельді сабаққа апарамыз. Кете беріңіздер сіздер жұмысқа. Жоқ, маған ондай сылтауым керек емес, тұр дедім. Не болды? Жарайды, тұрдым. Баланы қарап, Анельді сабаққа сағат 9-да уже апарып тастаңдар, жарай ма? Сен апарып таста. Баланы дұрыстап қараңдар, ал мен кеттім жұмысқа. Жарайды, анашым. Жарайды, мен барлықтарына сенді. Мен бүгін кешке жақын келіп қалармын, сұрансам.
Жарайды. Я барлығына жақсы қараймын. Түсте сабаққа барам. Я обязательно сабаққа барыңдар. Сабақтан қалу деген болмасын, жарай ма? Жақсы. Ал сау болыңдар, мен кеттім. Үйге де бас көз бол. Аха. Жолыңыз болсын. Я жарайды, давай. Ал достар, қайырлы таң. Менің осы видеом, яғни менің таным деген видеом басталды. Міне мен таңым осылай атады. Енді мен қазір барып жуыну керекпін дегендей. Қазір ұйқымды аша алмай тұрғаным. Жарайды, енді барып жуынып, баланы қарап, таңғы астарды дайындау керекпін. Үлкені болса енді осылай. Және кеттім. Мынау менің үлкен сіңілім, ол Жанерке, ал мынау менің кіші сіңілім, ол Анель. Олар үлкені 5-ші сыныпта, ал кішісі 2-ші сыныпта оқиды. Ал барып тезірек таңғы ас дайындап жіберейін, бала оянбай тұрғанда. Сіздермен бірге болыңыздар, мен қазір барып жуынып келейін. Міне мен жуынып келдім. Енді қыздарды ояту керекпін, содан кейін бірге тамақтанамыз. Қыздар, тұрыңдар, сағат уже 8 болды. Анель, сен уже сабаққа кету керексің, таңғы астында ішіп алып. Қыздар, тұрыңдар деймін сендерге. Әпке, сабаққа бармай қойыңшы. Жоқ, мамам айтты барасың, жарай ма? Сабақтарыңды дайындандар. Жарайды. Ой, мен аш киіммен ұйықтап қалыппын ғой. Ойбу, сынып қалмады ма екен? Жарайды, мен барып, ана жаққа барып келейін. Анель, болды, тұр, кеттік. Әпкеміздің айтқанын тыңдайық. Жарайды. Тезірек қарным ашып кетті. Жарайды, барып жуынып келейін. Жоқ, мен жуынамын. Жоқ, мен жуынам. Жоқ дедім, мен жуынам дедім саған. Олар ұрысып тұрғанда бала да оянып кетеді. Ой, не болды қыздар? Ұрыстарың осы таусылмайды екен бір. Баланы ояттыңдар ғой. Жүре ғой, Қайрат. Бұл менің інім Қайрат. Ал енді мен барып жуынып келе берейін. Әпке, жоқ, мен жуынам деп қойдым. Мен жуынам дедім. Қыздар, болды, тауласпаймыз. Мен жуынам дедім ба, мен жуынам. Яғни Қайратты жуындырам. Енді сендер одан кейін жуынасыңдар. Олар жуынып болғаннан кейін таңғы ас ішеді. Достар, мен енді таңғы асқа хлопья және анымен, сусын мен және тағы да агуша беретін боламын. Қыздар, біз не жейміз? Хлопья жейік. Жарайды, онда тезірек хлопья дайындап жіберейін. Ал отырыңдар. Ал кофелеріңді алыңдар. Тезірек. Достар, осылай біз таңғы асымызды да ішіп боламыз. Ал Анель болсаң тезірек барып кеттік сабаққа. Так, стоп, Жанерке, бүгін енді сен ыдыс-аяқ жуа сал, мен Анельді апарамын, жарай ма? Мен үнемі жуа бермейтін шығармын енді. Сондықтан сен жуа сал. Әпке, мен жуа алмаймын ғой, өзіңіз жуа салсаңызшы. Анельді сосын апарасыз. Қумашы, мен кеше болып қаламын ғой, Анельді тезірек апарып тастау керекпін. Жүр, Анель, тезірек өзің дайындалып ал, мен сені күте тұрамын. Ой, жарайды, өзім жуа салам. Жарайды, мен қазір барып алып келейін заттарымды. Ал әпке, мен дайынмын. Кеттік шығамыз ба? Кеттік, жүр шығайық. Ал достар, мен апаруға кеттім Анельді. Тезірек ыдыстарды жуып тастайын. Ыдыстарды жуып жатырған кезде Қайраттың ойнағысы келіп кетеді. Яғни Қайрат дегеніміз ол менің інім. Ол тамақ болғаннан кейін үнемі ойнайды, немесе теледидар көреді. Сондықтан да Жанерке оны қазір ойнатады. Мен ойнағым келіп тұрма, жарайды. Жүр, бірге ойнаймыз. Бірақ теледидар көрмейміз, жарай ма? Жарайды, кеттік, онда тезірек барып ойнайық. Не ойнаймыз бірақ сенімен?
Солай отырғанда олардың әпкелері де келіп қалады. Ал бұлар не істеп жатыр екен? Ыдыс жуулы, молодец. Ой, қыздар не істеп жатырсыңдар? Мен баланы ойнатып жатырғанмын. Жарайды, мен сабағыма дайындалайын, онда кеттім. Жарайды, неге кеше оқып тастамаңыз? Мен просто оқығым келмеді. Жарайды, жүр, онда екеуміз анда отырып келейік. Ал достар, мен негізі кешкісін сабақтан келгеннен кейін сабақ оқымаймын. Мен ертеңге қалдырып қоя саламын. Ертең сабаққа барардың алдында оқимын. Және қай кезде болсын, маған сабақ оқыған ұнайды. Мен ешқашанда сабақ оқымай бармаймын. Сондықтан да мен сабақтарымды оқып болғаннан кейін сіздерге түсіріп жатырмын. Енді міне мен сабақтарымды уже оқып біттім, салып сумкама. Енді тезірек біз түскі асты ішу керекпіз, және менің сіңілім Анель де келіп қалады. Ол енді кешке дейін баланы қарайды, ол қарай алады, ал біз кеттік. Түскі асты ішейік, себебі уже қарнымыз ашып кетті. Сосын бізде сағат 2-де басталады, ал Анельдің сабағы 12-де бітеді, 12:30-да уже. Ал қыздар, кеттік, түскі асты ішіп алайық. Не ішеміз? Қайрат, сен не жейсің? Саған су берейін, сок. Міне сенің согыңды. Ештеңе жегің келмей тұр ма? Мен ештеңе жегім келіп тұрған жоқ. Рулет және достар, біздің үйде негізі үнемі сок тұрады. Сок тұрмаған холодильникте мен вообще көрмедім. Үнемі сок тұрады, сок бітіп қалса біз уже алып келеді магазиннен. Сондықтан да біз үнемі сок ішеміз. Түсте енді анамыз жоқ кезде ғана сок ішіп тұрамыз. Және біз осы сокты өте қатты жақсы көреміз. Біз өте қатты жақсы көреміз. Ас болсын. Міне достар, біз рулетпен сок ішіп жатырмыз, және бұл біздің түскі асымыз. Уже менің таным деген видео біттірді, яғни біттік. Сондықтан да сіздерге осы видео ұнады ма, қалай, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және өз пікірлеріңізді, және видеоға идеялар, мен қандай келесіде қандай видео түсірейін, соны да комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сондықтан мен барлық пікірлеріңізді оқимын және бағалап лайк басып отыратын боламын, және жауап берем. Келесі видео қандай болсын, соны комментарияға жазыңыздар. Сау болыңыздар.